алып жатыр ортада. Жалпы сіз мені танисыз ба негізі? Жақсы танитын сияқтысыз, иә? Жоқ, неге қазір лицо сіз болып жүрсіз? Жоқ, бір жігіт ұстап алып, екінші жігітті жылап алып, сізден опыт үйренсем болады. Курс сатпайсыз ба? Сондай болыңыз. Курс сатпайсыз ба? Екі балаңыз. Как раз екі баласы бар. Жоқ, саған тегін берем сол курсты. Аяулым. Болды. Тегін берсеңіз де алмайды екен, мен ондай дәрежеге түсіп, жігітті жылатпаймын. Сен уже түсіп отырсың сол дәрежеге. Аяулым, не болды? Сен сияқты жігіт жоқ, не үшін маған бұл кісі сөйлеп алсын, содан кейін сіз айтасыз, иә? Иә, уже шашып тұра ғой Балауса ханым. Енді былай ғой, жалпы бұл қыз мені жақсы таниды екен. Таныған до того, енді мен былай өзім қабылдаймын негізі. Сенен деңгейі төмен адамдар сен туралы сыртта бықсытып әңгіме айтады. Сырттан әңгіме мен бұны танымаймын. Бұл мені танимын деп айтқан екен еще. Екеуміз бірге отырғанбыз осы жерде. Мен сенімен жаным бұл жерде отырмаған. Кім айтты оны? Мен сізбен отырмаймын. Тұра тұр, мен сөзімді аяқтап алайын. Жала жаппай сөйлеңіз, иә? Жала жауып жатқан жоқпын. Қалай бар солай айтып жатырмын. Не естідім, соны айтып жатырмын деген сияқты ғой. Онда неге сен мен туралы әңгіме айтпасаң сырт, неге жанып баратсың мен сөйлегенде? Жоқ, мен сізбен кім отырдым деп кімге айттым? Неше түрлі бықсытып әңгіме айтқан екен. Мен солай қабылдаймын да, Балауса ханым. Деңгейі өте төмен адамдар сен сыртынан әңгіме айтады, даже танымайтын адам сыртынан. Қалай әңгіме айтуға болады? Қазір Айгүл сізге кім айтты? Нақтырақ, былай енді нақтырақ айтатын болсам, осы жерде Әділетпен бұл кісі сыртта жолығып қалған екен. Сол кезінде Әділетке келіп, мен саған үміткер болып келемін. Сен неге Айгүлдің соңынан жүрсің? Ол менде дальше біраз әңгіме айтқан, мен оны танимын. Ол осындай қыз деген сияқты үшін біраз нәрсе айтқан ғой, бірақ мен бұл қызды танымайды деген бірінші рет көріп отырмын негізі. Или либо еш жерден көрмеген ба, қызық емес па деген сияқты ғой енді мен үшін. Ал енді мен бұл қыз үшін қызық болып тұрмын әрине, сыртта соның бәрін зерттеп айтқанына қарағанда ғой енді. Білмеймін, Әділеттің көңілін өзіне аударғысы келді ме, оны түсінген жоқпын мен ол жағынан. Просто мен бұл жерге Әділетке айтылған әңгімесін емес, именно мен туралы айтылғаннан кейін мен соған осы жерде айтып отырмын да енді. Әділет. Одан кейін осы сыртта жұма күні біз сыртқа шығып қалдық қой. Сол кезінде мен қайтып бара жатқанмын, Әділет сәл қасымда келе жатқан. Сол кезінде де не деп тоже бірдеңе деп келіп қасына вроде бы Садәулетке үміткер болып келді, бірақ үлгере алмай қалдым ғой саған келіп деген сияқты әңгіме айтып баратыр да Әділеттің қасында. Енді бұл жерде кімді жынды қылып отыр деген сияқты сұрақ болып тұр. Садәулетке ұнатам деді, кімге ғашық болғам деді, Әділетке қандай болып тұр сенде сонда? Қазір аяулым, рас әңгіме ма? Жауап беру керек па, бұл кісінің сөзі былай қарай кетіп барады, артқа қарай негізі болмайтын сөз ғой. Былай жасайық. Міндеттім ондай жағдай болды ма? Жоқ, жауап беруге міндетті. Егер де ондай мәселе болған болса, ол маңызды. Жоқ, ондай нәрсе болмаған. Болмаған. Жоқ, болмады дегенде оны екі есе қылып айтудың Алматыда көрісіп қалған болатынбыз осы Алматыда. Иә, көріскенімде айттым оны. Сосын былай айтады да, мен жалпы бұрында осы жерде отырғам деді. Ұзақ отқан, көп сұраған жоқпын. Менің, оказывается, бір дос балам бар, жақын дос балам, соның құрбысы екен. Онда қазбалап ештеңе сұраған жоқпын. Сен қатысушы болып келіпсің ғой деп, осылай мә деп жатыр да. Мен саған барам деді. Сосын жарайды енді редакция жаз, мен Аминаны танимын деп, сосын Амина жауап бермегесін, жаңа редакция жауап бермегесін. Сосын маған жаздым дейді, мен енді сообщение байқаған жоқпын, өзі андай бытшыт болып жатырмын өзім. И потом сондай болды да, одан кейін қазбаланған жоқ. Сосын мен кеше кіріп келген кезде түрі таныс болып кетті да, мен Нұржанға айтам, сұрақ қойшы. Кеше вроде маған келем деп айтып жатқан деп Нұржан айтты да, сіз жалпы Садәулетпен болмай қалса, қай жігітті мысалы көздеп отырсыз деген сияқты бір жеткізген болатын. Сосын ол не деп айтты, қателеспесем, таңдамаймын деді, и все, одан кейін әңгіме. Сіз өзіңіз неге сұрамадыңыз? Мен не деп сұраймын, үміткер күтпеймін. Жоқ, аяулым, кеше мен көрдім ғой сені. Көріп қалдым ғой, сол кезде сен сөйтіп айттың ғой. Сізге сөз сұрағам, негізі мен осы жерде шығылағам, мен танимын ғой деп, басында танымай қалдым, өткені макияж. Мен сонда сізге сөз бермей Нұржанға бердім бе сөзді? Жоқ, Нұржаны просто былай сұрағам ғой, бұл сұрақ болып қойып жіберді, сол. Аяулым, негізі ойыңыз Әділетке келем деген ойыңыз? Иә, мынау деген андай. Әлде әзіл ма? Жоқ, мынандай нәрсе, Айгүл келеді, мынандай қылады, енді үйреніп қалған ғой, екі арбаны екі кемен ұстап алуды ше. Несеш, просто... Мен солай анау қаскелеңнен әкелетін сәл сондайлығым бар еді. Кете берейші Балауса ханым. Жоқ. Енді маған тиісіп отыр ғой. Неге мен? Енді саған тиісіп берсе, сразу жауап берсе, Айгүлдің жарайды. сразу айтшы. Жарайды, Садәулет, ашуланбаңызшы. Мен ашуланып отқан жоқпын. Болды, айтам, болды. Айтам, ашуланбаңызшы. Мен ашуланып отқан жоқпын. Маған мысалы ауыр сөздер айтты. Это нормально? Жауап беріңізші, Құдай үшін. Болды ма сондай нәрсе? Біз кездескен жер негізі сыртта көрісіп қалғанымыз бар. Оны мен жасырған жоқ. Өзіне келем деп айттыңыз ба? Сол кезде мен бұл кісіні анандай ғой, менің досым бар,
сыртта өздерінің блогер достары, мен онымен 2-3 жыл болды қатты араласам. Сол кезде біз кездескен кезімізде енді достарымызбен жүреміз ғой. Сол кезде мен көрдім де, анау кім Опучук деген сіздердің досыңыз емес пе? Сол қосылайықта келіп отыр ғой деп айттым. Қатысушы болып отыр екен ғой. Көрмеймін ғой мен деген сияқты қылды досым. Мен айттым, что там прикол болады ғой, достар арасында. Мысалы, Садәулет пен Ернарда прикол ұстайды ғой, қыздарды айтып бірдеңе деген сияқты. Менің де досымның арасында сондай прикол болды да, мен айттым, ол досына айттым мен. Кстати, сіз Опучукпен араласасыз ғой? Что, мен соған барсам қалай болады екен? Сіз енді танисыз ғой қандай жігіт деп, былай, интересоваться еттім да, ол кезде енді ешкім сезім жоқ, мен сырттағы қызбын. Садәулетке келмегем. Садәулет бітіріп алайын, сосын айтасыз. Одан кейін интересоваться еттім, сосын досым ол жақсы бала, ақ көңіл, сондай ашық жарқын. Мен де сондаймын да, давай плюске плюс боласың ғой, что там көресің ба, сөйлесейін ба деген сияқты қылды да ол жігіт. Мен айттым сосын, қолмаш, ойнап айттым дедім да, сосын сыртта өзін живой көрген кезде, мен анандай приколым қалып кетті ғой. Сөйтіп өзіне тығып жіберген қалай болады екен десем, ол жерде менің бірнәрсе айтайын қазір, Айгүл деген шырылдап, кім шырылдап отыр ғой? Ақыры айтылды ма сондай әңгіме? Жоқ, сондай әңгіме қалай айтылып қалды? Вот сыртта мен типа нетем ғой, Опучук кім әділеттен, мен айтам, мен Инстаграм берем. Мен телефонын өшіп қалған. Давай, Опучук, сіз, кстати... Балсағаным негізі жаңағы Айгүлдің сөзін қостағым келіп отыр. Негізі мен енді Айгүл үшін келіп тұрдым ғой, жаңағы Айгүл деп тұрғаннан кейін айтады да. Сол жаңағы бір сөздер болды. Енді сол сөздер айтайын да мен мойнаймын оны. Айгүлге айтып жатырмын да. Бетіне айта аламын. Айгүл осылай болады. Балсағаным негізі әңгімен білген неге өтіп кетеді енді? Мен де сөйлеп отырмын. Сөзін аяқтап ал. Жанбаңызшы өтініш. Мен енді айтып жатырмын ғой, сөйтіп Айгүл саған осылай айтып жатыр. Бірақ біз сыртта сөйлеспейміз, Айгүл екеуміз қазір. Сосын кеше мен көргенде айтамын ғой, сен туралы айтты, походу ойынды өзгерткісі келген сияқты деймін ғой. Бұл соған шырпыр болды. И сыртта шығып баратқан кезде, сыртқа шығып баратқанда, ай саған үлгермей қалдым деген сияқты болды. Сосын тұрды да, үлгермей қалдың деді Айгүл. Не сондай болып қалды. Сосын мен одан кейін ол ешқандай не болған жоқ. Жаңа Балса ханым, мен қазір әңгімені бітірмесем, маған қазір жала жауылып жатыр. Мен мына жерде как будто 3 жігіттің басын қосып қойған сияқты. Жоқ, сен маған керек емессің, мен қазір тұрып алып айтамын, қоя тұршы кішкене. Керек емессің маған. Керек есің. Мен сол кезде Инстаграмда бүйтіп айтамын, мен телефоным өшіп қалды. Опучук, кстати, мен сіз осылай досым бар ғой, кім есімін айтамын. Бөлмей тұр. Тыңдап алайықшы. Мен Әділетке келген ба, жоқ па, не айтылды соны? Сосын мен айтамын, мен сені танимын ғой, типа, мен телефоным өшіп қалды, Опучук, давай сен телефон берші, мен Инстаграм берем саған деймін ғой. Мен берем. Баласаған мен айта кетейінші. Не үшін тоқтасаңызшы, сосын берем да, өйткені общий көрсін деймін ғой, достарымыз бар екен, көрсін деймін ғой. Сосын, типа, поискта, ол жерде негізі қыздар көп жүретін жер, негізі қандай екен айтпай-ақ қойын, заведениенің атын айтудың қажеті жоқ. Жауап не болды? Сол кезде поискта басқа мен подругам тұрды да, сосын мен қыздардың спискін көрдім да, не то Айгүл жоқ ол жерде, басқа қыздардың списктары тұр. Полный. Сосын мен айтамын, типа, қыз құмарлау ма деп, маған не деп ответ береді екен деген сияқты болды да, сосын Опучук, саған үміткер болып келсем қалай деген флирт, типа солай айтамын да, сосын айтады, давай келсеш, жасай, кімге жасай, анау-мынау. Мен айтамын, мен Аминаны редакцияны танимын ғой, мен осы жақта отырғам, кстати. Мен бірақ Айгүлмен отырдым демедім, Айгүл шатаспа. Мен отырғам, осы жерде бір аптадай, одан кейін не болғам, типа, үміткер болғам, сол кезде айтады, давай, кел, давай, жаз, мен танимын десем, жаз, мен сен күтем. Сондай әңгіме қабыл алдым. Ответ сондай. Бірдеңе айтсам бола ма? Негізі сол кезде көрген кезде сізді қазір күшті болып отыр да, бірақ та мен оны бір басқаша кейіпте көрдім да, басқаша бір кейіпте көрдім, бір ол енді эфир мәдениетіне аяққа бір тік тұра алмайтындай. Жоқ, эфир мәдениетіне келмей қалады да, сол үшін айтудың қажеті жоқ. Мен сіздің артыңызды ашып тұрған жоқ. Жала жапқандай болып отыр, мен енді ондай адам емеспін. Мен менің жүрегім бос емес. Сосын Айгүл туралы айтқаным, Айгүлдің темасын ашып алайыншы. Жоқ, Айгүл маған артық дүние айтты. Мен не дедім, соны айтып тастайыншы. Аяулым, көріп тұрсыз ғой. Менің ойымша маңызды емес әңгімелер айтып. Баласаған мен айтайын. Тұржан. Садәулет айтып жіберші енді. Тиіштік қыл деген кезде жаңа тиіштік қылмаймын деп адыретті. Тиіштік қылмайтындай қыз екен негізше өзі. Мынандай ғой, бұл аяулым өз жоспарына өз сүрініп атқан сияқты да, мысалы, әділетті айтып жатыр. Осы пятница күні шыққан кезде, кетіп баратқан кезде маған айтады.
мен негізі саған келейін деп едім, сен көп сөйлемесең мен саған келетін едім дейді да. Мысалға да мына қалай да болмасын бір осы жобаға келу керек сөзіңізді болған бөлейін, сияқты. біз дәл қазір жарнамадан кейін жалғастырамыз.